Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар. Білгіңіз келе ма? Видеоны соңына дейін көріңіз және маған тіркеліп алыңыз, мен жоғалтып алмау үшін. Сол үш нәрседен қашпақ керек. Әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші залымдық деп білесің. Надандық білім ғылымның жоқтығы. Дүниеде ешбір нәрсені оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. Екінші еріншектік, күллі дүниедегі өнердің дұшпаны, талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады екен. Үшінші залымдық, адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді, бір жыртқыш хайуан қисабына қосылады деп біздің Абай атамыз 45 қара сөзінің 38 қара сөзінде осындай өсиет қалдырған екен. Міне осы үш қасиеттен арылса, адам болмақ. Осы кедейліктің де байлықтың да жолын жауып, кедейлікке ұшыратып жатқан осы үш жаман қасиет. Сондықтан осындай тәрбиемен бірге, осындай рухани баю, табыс туралы тегін сабақ алғыңыз келсе, менің жекеме өз WhatsApp номеріңізді қалдырыңыз, немесе осы комментарийға тегін сабақ деп жаза кетіңіз.